6 желтоқсан 2025 жыл. Мына жерде мынандай бір нені ашып қойыпты, жасап. Ол су бекерден-бекер ағып жатыр. Мынау мен білмеймін, мен енді өзімнің ойым бұл сұрапшылық. Ол неменеге ағып жатқан су бекерден-бекер мынаны әдейілеп осы су шығарыпты. Не үшін? Мен айтамын ғой, осы Панфилов ауданының әкімшілігіне Тоқтау сельский округ дейма не деп айтады? Ауылдық округының әкімшілігіне сұрақ көп деп айтып жатырмын ғой, иә? Бірақ ешқандай жауап таба алмай жатыр. Мен логикаға келмейді да, мынау ашып жасап қойған су бекерден-бекер ағып жатыр. Неге ағып жатыр? Не үшін бұны жасаған? Қазір тағы бірдеңе көрсетейін. Мына су құбыры бұрыннан бері тұрған екен. Енді бір көп уақыт болған дейді, өте көп. Сол мына жерге су жасағандар деген кезде сол бұрынғы құбырды алғанда орнын ауыстырып мына жерге қойып қойған. Болды, сол бұрынғы құбыр. Дайын суда тарта салған жер. Иә, дайын суды тарта салған дейді. Мындай қазып, әдемілеп жасау керек қой, өйткені олардың өзінің бір стандарты бар. Су неғылған кезде, тартқан кезде суды шұңқыр қылып қазбаса, ол су таза болмайды. Мынау Аққұдық ауылының бас тұрғаны, мынау негізі сыртын үлкен нелермен, плиталармен қоршау керек та. Мына жерде жұқа қаңылтырмен қоршап қойыпты. Мынадан енді өтіп кету ешқандай проблема емес кімге. Міне мына жерде не дейді? Енді бөтен адамдарға кіруге болмайды, сол үшін кірмейміз. Естуімізше мына өшердің күзетшісімен қарап отыратын адаммен кездесе алмадық, сөйлесе алмадық. Бірақ естуімізше ол кісіге мына жерде ешқандай жағдай жасалмаған. Қыста қар жауады, күзде күн жауады деген сияқты, жаңбыр жауады, сол кезде әлгі бір жерде отырып, жылы жер болу керек қой, будка деген сияқты, бір кішкентай бөлме, шағын бөлме болу керек. Ешқандай ештеңе жоқ. Мына қаңылтыр, жанына барсам ештеңе болмас деп ойлаймын. Мына қараңыздар. Мынандай қаңылтыр. Дұрыстап қоршамаған. Тоже Панфилов ауданының әкімшілігіне сұрақ. Енді бұл Панфилов ауданының әкімдігіне қараған соң, әкімшілігіне бұл жер. Әрине біз сол кісіден сұрақ қоямыз, сұраймыз. Неге осындай жағдай жасалмаған деп, дұрыс емес деп.